Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен чебурекиді қалай жасау керек екенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды өлшеп аламыз. Ұнымызға сұйық майды, тұзды жұмыртқаны қосып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қайнап тұрған суымызды алып ұнымызға қосып заварной тесто жасаймыз. Қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Қолмен араластырсаңыз күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін қасықпен суығанша араластырып, кейін қолмен илеп, қамыр илеп шығарамыз. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Қасықпен қозғап болғаннан кейін жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Қамырымызды бір 7-8 минуттай илеуіміз керек. Сонда қамырымыз жақсы шығатын болады. Жақсылап илеп болғаннан кейін бір жарты сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз жақсылап демалу керек. Одан кейін жарты сағаттан кейін ашып тағы да бір-екі рет илеп қоюымыз керек. Сонда қамырымыз жақсылап жайылатын болады. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Чебурекидің салмасына кірістім. Мына жерде картошканы қайнатып пюре жасадым. Ол пюреге мен кішкене пияз қосып жіберемін маймен бірге. Фаршпен де жасасаңыздар болады. Өте дәмді болады екеуі. Пиязды жақсылап қуырып алып, жаңағы пюреге қосып, қара бұрыш қосып, жақсылап езіп пюре жасап аламыз. Сонымен салмамыз дайын болады. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. Ендігі кезекте қамырымызға кірсеміз, қамырымызды суалап аламыз. Бұл жерде мен 3 суала жасағанмын. Барлық өлшемдерді описанияға жазып кетемін. Бұл жерде бірақ суаланың несі жазылатын болады. Сізге 2 суала керек болса, 2 есе салатын боласыз. Қосатын заттарыңызды. Бір суаланы жақсылап илеп, жайып аласыз. Қалыңдығы тура жаңа пельменнің қамырында қалыңдық болу керек. Қамырымызды жайып алғаннан кейін өзіңізге қандай өлшемде керек болады, соған байланысты кесіп алатын ыдыс аласыз. Ыдыс мен мынандай темір ыдыспен осылай кесіп алдым, домалақтап кесіп аласыздар. Бір-бірінің үстіне қойсаңыздар жабыспайды. Қамыр осылай кесіп алып, бір шетке қойып, қолмен ішіне пюремізді салып, чебурекиімізді түйіп шығатын боламыз. Пюрені салған кезде ішіне бір ас қасықтай саласыздар. Одан кейін екі бүктеп, бірінші қолмен жабыстырып аласыздар шет-шетін. Одан кейін барып вилкамен
чанышкы жакшылап басып чыгасыздар шет-четтерин. Осы кезде табанымызга майымызды куюп жакшылап кыздырып коябыз. Кызып турган майымызга орташа отта жакшылап писирип алатын болобуз. Мынеки чүбүрөкүйүмүз да писип чыгып жатыр. Жасап көрүңүздөр, өтө керемет болуп чыгады. Самсалардын касына койсоңуздар да болот дасарханга. Өтө дәмдүү болуп чыгады. Этпен жасасаңыздар да болот. Этпен жасайтын кезде эң алдымен фаршымызды жакшылап кууруп писирип алатын болосуздар. Одан кийин барып салатын болосуздар. Жасап көрүңүздөр. Менин каналыма тиркелип алууду унутпаңыздар. Будан да башка видеолор менен бөлүшөтүн боламын.